Мамандар Мариям осы жақта еш жаққа кетіп қалған жоқ. Мариям, сіз неге әдемісіз және аяқ киіміңіздің размері қанша дейді? Аяқ размері қанша депті, аяқ киім шаш? Анам мен әкем бір жақсы мен бүкіл суықтардың бір беріп туылған шығар менде. Енді сондай ғой енді. Аяғымның размері 36. Білмеймін, сол аяқ киім бергісі келмейді. Бәрі біледі ғой. Бірақ әдемі деп жазып бастапты, әдемілеп. Солай. Сосын тағы бір сұрақты көріп қалдым. Аруна мен Мариям неге қазір араласпай кеткен деген ба, әлде қазір араласпай ма деген ба? Сондай біраз маған әңгімелер ұнамай қалған болатын. Әлшерден естіген, жақтан естіген алдын айтып кеткен болатын. Сондайдан кейін мен алыстан дейді, араласа берген дұрыс ау деп ойлаймын. Иә, солай екен. Менің көңіл күйі қалай екен? Иә, мысығыңызды сағынып, біраз кеше. Бір жағынан мысығыңызды ғана емес, үйіңізді сағынған сияқтысыз, Может быть, да, бірақ енді мысығым ойланғанда балам сияқты болып кеткен ғой. Қанша уақыт бірге болдыңыз мысықпен? 2 жарым жыл. Сізге бір оқырмандардан сұрақ келіпті. Айда бар ғой біздің Нұрдәулет Айда. Сонымен қанша уақыттан бері таныс дейді? 10 жыл бойында қалды, примерно 9 жыл. Екеуіңіз қалай таныссыздар? Екеуміз универден бері таныспыз. Бір универде оқығансыздар, иә? Ән жағынан деп айттыңыз, иә? 10 жылдан бері таныс екен. Сол 10 жылдан бері араласады екен. Саддәулетке сұрақ дейді. Саддәулет, егер бұрынғы қыздарының біреумен жүретін болса, кіммен жүретін еді дейді? Қайтадан деген сұрақ шығар бұл. Қайтадан ба? Иә. Аягөзбен десene. Аягөз деген, иә. Мен түсінбей қалдым ғой, Әлшердің аягөзін ойлап кеттім да. Кім? Өзінің аягөз екен. Өзім аягөзім кетші барсың. Сол аягөзбен қайтадан мүмкін жүретін едіңіз, иә? Неге? Әлшер, сізге енді аягөзбен бәрі жарасасыңдар, жұптыққа қашан ұсыныс болады, тезірек жұп болса деген ғана сөздер бар. Көп сұрақтан, иә? Қашан жұп боласыздар? Енді ол нәрсені айтпайды. Айта алмайсыз, иә? Айтып қойсаң, аягөз көріп қояды, халық біліп қояды. Иә. Бірақ негізі ойыңыз болашақ құрғыңыз керек. Аз қалды деп айта аламын. Әлшер, сіз қандай мамандықты бітіргенсіз? Финансист. Құрметті оқырмандар, бізде жаңа қатысушы Оразғали есімі. Ал,